Алушта жемисінің запт етілуіні ерлі бағымсыз мұсылман жемиетінің имамыны тақып етмекіле гізлемеге тырышалар. Тынтувден 2 ай кечкен соңра Юсуф Ашировны санкидерсін қанунсыз миссионерлік фаалиетінде қабатладылар. Ишгалжы махкемеге оны дестеклемек үшін жемиет азалары келіп чықты. Олар ишгалжылерінің эпосы қабатлаулары эсассыз олғаныны аңлатмаға тырышты. Как заметил мой доверитель, что роль имама – это не просто в пятницу привести, заняться нравоучениями. Этот человек живет среди местных жителей и знает, чем они живут, разделяет с ними горе и радость. А это на самом деле стоит намного больше, чем просто провести хутбу или проповедь в пятницу. Поэтому люди его уважают, и сегодня они об этом сказали в суде. Малюм алғаны кебі кечкен сіне 23 ноябрь күні юқары жамидеки жума намаз арифесінде Юсуф Ашировның евіне ишгалжы полислер басып кірділер. Имамға жума намазны кечірмеге изин бермемек имканы үшін 2 күнге аписханеге қапаттылар. Күчік айдутлықта қабатладылар. Айны заманда Ашировның еріне ишгалжы муфти Эмирали Аблаев дигер имамны тайынледі. Оны Алуштаға полис рефақаты ile кетірділер. Мое смещение было силовым образом, да, потому что люди пришли с автоматами в бронежилетах, меня посадили, да, то есть на 2 суток специально, чтобы убрать меня. И, они создали проблему, но ее не решили. Ишгалжылерінің незареті алтында бұлынған муфтиятның имамы бірінші вақытлары жематының огүне автоматлы көвейчелерінің рефақатына бақмадан чықмаға біле қорқайды. Емінсізліктен бір мүддет соңра намаз ве худбе кечірмеге башлады. Ама юқары жами зиретчілері ona ишанмай ве бұны гизлемейлер. Поставили своего преемника, который ведет свою деятельность вопреки желанию народа. Никто, его не воспринимает, ему это говорим в лицо, что он здесь нежданный гость, но тем не менее они идут против воли народа, и они устанавливают свои порядки. Недавно были похороны моего знакомого, и вот мы там сидели и ждали Юсуфа, не могли до него дозвониться, потому что все мероприятия религиозные производит Юсуф. Потому что он честный, правильный там. Вот. И все растерялись. Уже были предложения, может, кого-то поискать другого, но никто не захотел. Ни жена этого умершего не захотели искать другого. Говорят, пусть Юсуф проведет, потому что только ему можно доверять. Ишгалжы Қырым махкемесі ерлі сакенлерден ибарет олған жемиетінің сечкені имамға көстергенлері дестекке құлақ асмады. Махкеме отырышыны есе 7 февральге кечірділер. Кечкен сене ноябрның сонында рус көвейчілері тек Юсуф Ашировның евінде дегелде жемиетінің елбашчысы ве азаларының евіне де басып кірді. Ақорчалайжылар бұл басқыларны ишгалжылерінің Алушта жами ве жемиетінің незаретлері алтында болынған ишгалжы муфтиятқа бойын екмелері үшін япқанларını аңлатам. Рус ишгалжылері ерлі станцияда диверсия азырлығанында қабатлаған Керич сакинаны 12 елға аписханеге қапатты. Қырымның ишгалжы юқары махкемесі ерадамға 400.000 рубле пара жазасыны берді. ФСБ-нің білдіргеніне көре ерадам энергетик ноқтаны патлатмақ үшін план құра екен. Украина махсус көветлері ile лаф етіп, арқадашларыны Украина мудафа көветлеріне дестек бермеге чағыра екен. Керич сакинаны кечкен сене март айында өз евінде туттылар. О вақыт ишгалжылер адет узре ерадамны ел япымы патлайыжы тапқанларында қабатлады. Рус ишгалжы көвейчілері Ахмежжит жыварларында аяқ машинанен жүрген сөзде Украин диверсантыны тапты. Ишгалжылерінің білдіргеніне көре 28 яшындаки генч оғлан 2 көпчеклі араба өзерінде русларының стратегик ноқталарыны камераға чеке екен. Сөзде делил оларақ ишгалжылер өткерген тынтуф вақтында тапқанлары білгісаяр парчалары флешка күчік камераны тағзим еттілер. Бірқач сәне ішінде ФСБ-нің кадрларында аман-аман ярым килограммлық патлайыжы ел япымы бомба ве қайд еткенлеріне көре дрон парчаларыны көстерелер. Шымды мабусны патлайыжы сақлағанында қабатлайлар. Оның ады ве соядыны білдірмейлер.